Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді банан кекс. Екі дана жұмыртқаға қантымызды қосып, қант ерігенше араластырамыз. Ертілген сары май қосамыз. Ұн қопсытқыш қосамыз. Бөлме температурасындағы айранымызды қосып араластырамыз. Ұнымызды ұн електен өткізіп, бірнеше бөлікке бөліп қосамыз. Қамырымыз осындай қатты қою емес, сұйық емес. Енді формамызды майлап аламыз. Осындай қалташаға қамырымызды құйып, формамызға қамырды құямыз. Формамызды құйып алғаннан кейін 180 градуста 20-25 минут пісіріп алдым. Сіздер өз пештеріңіздің градусына қарай пісіріп аласыздар. Формамыз силикон болғандықтан асты ағарып пісті. Мен кішкене сарғайтып, яғни қызартайын деп аударып, беті сарғайғанша пісіріп алдым. Осымен банандарымыз өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Бетін өз қалауларыңызша әсемдейсіздер. Мен сахарный пудрамен осылай себелеп шықтым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе балаларға өте қатты ұнайды. Менің каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Ас болсын.